93 жастағы қария бар тапқан таянғанын қайырымдылыққа жұмсады. 75 жастағы ақсақал жер жаһанды жаяу кезіп жүр. 60-та алқымдаған атаның қара күшіне жастар да қайран қалады. Бүгінгі бағдарлама алып ақсақалдар мен ақ жаулықты әжелерге арналмақ. Қайырлы кеш, сіздермен Руслан Өтепбай. Меккеге барам деп жинағам. 32 жыл болды шешем қайтқалы. Шешем ойымнан шықпайды, сағынам шешемді. Анам ойымнан кетпейді. Сосын сол балалардың анасына беріп отқан өзім көмегім. 93 жастағы қария Сағадат Жұмабаев қажылыққа жинаған ақшасын 30 отбасыға таратып беріп, елдің сүйіспеншілігіне бөленді. Анасын түсінде көрген ақсақал ерекше балаларды тәрбиелеп отырған аналарға қолдау көрсеткісі келгенін жасырмады. 3 миллион 600 мың теңге ақшамды осында рахмет, ана жігіттердің арқасында солағы мүгедек балалар, кем бағалды балалардың шешелерін жинап, ақшаны таратып бердім. 120 мың теңгеден әрбір анаға. 3 миллион 600 мың теңгені 30 отбасыға бөліп берген Сағадат ата 13 жылдан бері қарттар үйінде тұрады. Балалар осы болған жоқ. Не ол, не қыз. Інімде де болған жоқ балалар. Інім болған, інім 69 жасында 7 жылы қайтыс болды. Әйелім 9 жылы қайтыс болды. Шешем 98-ге келіп 93 жылы қайтыс болды. Менің бар өкінішім осында яңғыз тұрамын ғой. Міне одиночество соғана айтпесін болса естемеге өкінбеймін. Құрметті сарапшылар, осы Сағадат атаның жақсылығын, қайырымдылығын әлеуметтік желіден көрген боларсыздар. Бізде дереу көріп, бұл атамызға бір бағдарлама арнайық, өзінің тағдыр жолы бар екен, өзгеге сабақ болсын, үлгі болсын деп атамызды арнайы Павлодардан шақырттық. Және атамыз да ширақ кісі екен, өзінің жасына қарамай алыс жолды сарп етіп жүріп келді. Оның барлығы енді ұрпаққа менің сөздерім мирас болсын деген түсінік жатыр ар жағында. Сондықтан қошемет құрметпен қажылыққа жиған тергенін қайырымдылыққа жұмсаған Сағадат ақсақал студияға шақырайықшы. Ата, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Құдай деп. Ата, қош келдіңіз. Рахмет. Амансыз ба? Құдай деп. Жол шаршатпады ма? 90-дағы адам шаршаймы екен? Міне. Жастар болмаса, егде адамдар шаршай қоймайды. Ата, енді арқаны кеңге көсіліп бір сөйлесейікші. Ал сөйлес. Мен сізді арнайы шақыртып отырмын. Себебі сіздің әрбір басқан ізіңіз, қадамыңыз бізге, мен секілді жігіттерге, өзге де қарындастарға үлгі болу керек. Енді сізді күллі ел әлеуметтік желіден танып білді. Мынау қажылыққа жиған ақшаңызды ерекше балалардың ата-анасына беру идеясы қайдан келді осы ой? Мен осыны Құдайдың жолына деп жинадым ғой, қажылыққа барам деп. Осыны мынау мүгедек балалардың анасына еңбектері бар ғой. Мүгедек баланы күтіп отырады, далаға шыға алмайды. Не түнде ұйқысы қанбайды, не күндіз далаға шыға алмайды баладан. Осы баланың шешелерінің еңбегі болсын деп, өзімнің шешем 32 жыл болған қайтыс болғаны, міне биыл. Осы бәрі ойыма түсті дағы, сосын шешенің алақанын, шешенің несін аялаған алақанын қайсысы болса да білеміз ғой бала. Өзіңде мен де білемін. Сосын анау балалардың, балалар мама деп айталама, айталмайды. Сосын өзімнің ойыма келді, содарға жинап берейін деп. Сол бір тарихи сәт таспаланған екен, әлеуметтік желіге салынған екен. Соны сіз көре алдыңыз ба, көрсетті ма? Немене? Сол бір видеоны, ол енді қазір әлеуметтік желі деген бар ғой, Инстаграм, ТикТок, сол жерде бәрі шулап жатыр. Ой, мына ата, қай жақтың атасы, керемет ата екен деп. Соны оқыдыңыз ба, оқытты ма? Мүмкін жазып атқан шығар, мен газетте оқығаным жоқ. Аңғарған жоқсыз, иә? Әркім деп түсірген анау. Қазір енді біз арнайы соларды шығарып қойдық. Экранға қараңызшы. Мына жаққа қараңыз. Қарттыққа даналықпен жету қандай бақыт. Атамызға Алла разы болсын. Қабыл болған қажылықтан болсын. Қариялар үйінде 13 жыл тұрса да жүрегі шапағатқа, мейірімге толған кісі екен ғой. Қандай керемет. Алла ниетіне сай бәрі бір қажылықты беріп тұр. Қабыл болсын, садақасы да, қажылығы да, екі дүниесі жақсылыққа толсын.
анасын сағынып аналарға көмек беріпті. Қажылыққа бару маңдайына жазылған екен. Ананың аты ана, туған анаңа кім жетсін? Қария аман есен қажылыққа барып парызын өтеп келсін, денсаулық берсін. Аумин. Бұл енді елдің тілектері ата. Ел тілегі қабыл ғой қашанда. Енді біз сол сізден көмек алған, көмекке мұқтаж жандардың да ойын білдік. Ата қайырымдылық жасаған кезде ол кісілердің төбесі көкке бір елі жетпей қалыпты. Қазір енді ерікті бар, сол ата-аналар бар. Солардың да сұхбаты бар екен. Тағы да экранға бұрылыңыз. Осындай біздің Павлодарда центр бар екенін естіп, ерекше балалардың ата-аналарына үлестіріп беруді жөн көрген екен. Сол үшін ол атаға әрине Аллах разы болсын деп айтқым келеді. Бір күні маған звондайды, Құралай осындай ата бар екен, менен сұрады, сен таныстарың бар шығар, қандай кісілерге көмектесуге болады деп. Мен сол кезде мәз болдым. Сразу ата-аналарыма жазып, ол кісі анасын сағынып жүрген кісі екен, анасыз қиын деп, сол үшін осы ДЦП балалардың анасына бергім келеді деді ақшаны. Бізде, например, курс, медектің өзі 10 күні курсы 100 мың тұрады. Көп ата-ана сол кісінің ақшасынан осы курсқа жазылып келді. Ата, қанша ақша бердіңіз? 3.600.000 теңге, 120 мың теңгеден каждый анаға. 30 ана ғой, 30 ана ғой. Енді көрермендерге түсінікті болу үшін айта кетейікші. Жалпы көңілі тоқ, қалтасы қалың ата-аналарға емес, ерекше балалардың ата-анасына берген. Церебралды сал дейміз, аутист балалар, даун балалар тәрбиелеп отырған ерекше балалары бар ата-аналарға берген, және олардың әр балаға күтімі айына жоқ дегенде 100 мыңнан асады. Сонда атамыз 30 баланың бір айлық ем домын жауып тұр ғой, былайша айтқанда. Бұл енді қошемет соғатындай сәт. Ата, өзіңіздің жастық шаққа тоқталсақ бола ма? Айта ғой. Келіншегіңізбен қай жылы танысып едіңіз? Келіншекпенен 50 жылдай болдым ғой. Оған енді Алланың бірге сегеттен енді неткеннен кейін көпсінді ме, кім білсін, бірақ Алланың жазуы ғой. Бала көтерген жоқ. Соныменен сол бәйбішем 9-шы жылға айтыс болып, енді 11-шы жылы сосын мұнда неге кәрілер үйіне неттім. Баруға мәжбүр болдыңыз, Ол жақтағы жағдай жақсы ма? Конечно, жақсы. Немен енді? Жақсы болғанда өзіміздің ақшамызбен жақсы болып тұрмыз ғой енді. Осы сәттен кейін Павлодарлық имам келіп сізге сертификат берді ғой? Берді. Қазір енді оны сіз білесіз, мен білем, қалың ел білмеуі мүмкін, сондықтан көрсетейге алдымен. Көрсете ғой. Сағадат ағамыздың әлеумет желінен істеген азаматтылығын бұл айтқанда біз көрдік. Ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Хазірет Наурызбай Қажы Тағанұлы арнайы маған хабарласып, ол кісіге барып кездес, жолық және біздің сәлемді жеткізді. Ол кісінің атынан, Хазіреттің атынан ол кісіге біз умра қажылығын неғылдық, сыйға тарттық. Сондықтан да ол кісі енді сыйға тартқан соң, ол кісі ойланды, көрді. Өйткені бізде енді қажылық екіге бөлінеді. Үлкен қажылық болады, кіші қажылық болады. Үлкен қажылық жылына бір-ақ рет болады. Бұл құрбан айтқа сәйкес келеді. Ал енді кіші қажылық бар, оны умра деп атаймыз. Оны адам баласы қалаған уақытта, 12 айдың қалаған уақытында баруына болады. Сондықтан да ол кісінің енді қасына бір кісі еріп баратын болды. Ой, бәрекелді. Ата, қасыңызға кім еріп баратын болды? Қасыма менің Дәмір деген жігіт, жаңа айттым ғой, ана келіншекпенен сол жігіт екеуі маған ұйымдастырып тауып берген. Жақсы, онда Алманы әңгімеге қосайықшы. Алмагүл ханым, жалпы атамен қалай таныссыз? Атамен біз Дамир екеуміз негізі әріптеспіз. Екеуміз кәсіпкерміз, жаңағыдай бірге жұмыс істейміз. Содан кейін Дамирмен жұмыс істегеннен кейін Дамир атамен таныстырды. Осылай бір ата бар, мен арасында барып тұрам, қалын біліп барып келейікші деп. Содан атаға барып, жаңағыдай қалын біліп тұрдық. Арасында көмек керек кезде магазинге бір жерге барып келу керек болса, машинамен келеміз, алып кетеміз жаңағыдай. Атаны бір жерге апарамыз. Сөйтіп, мен өзім бір 4 жыл бойы танимын атаны. 4 жылдан бері танисыз? Иә.
Ал Дамир уже 20 жылдан асқан шығар танаған, өйткені көршілер болды бірге тұрған. Бір ауылда тұрған ғой. Дамир үйіне де шақырды. Бірге тұрайық, бізбен ата тұрыңызшы деп. Тамақтары тоқ, көңілдері тоқ деген сияқты, бірақ әрине сондай бақытты деп айта алмаймын. Бірақ бала шағасының қасында отырғанға жетпейді дейсіз ғой. Әрине, оған жетпейді. Сондықтан жалпы жақсы енді. Ата, мына құлағыңыздағы аппаратқа неше жыл болды? Мынаған ба? Иә. Өзі 4-5 жыл болды, өзі істемейді дағы. Міне көрмейсің ба, қазір сала бұла естіліп отыр. Анда үйде салатын болсам естілмейді. Жақсы, ата, осыны ескеріп, біз студияға кәсіпкер Атымтай өзіңіз секілді жомарт жандарды шақырдық. Атамызға аппарат алып беріңдер деп. Сол бір азамат, мына Бірлік деген азамат отыр. Аппарат алып бергенде немецкий аппарат шығар оперетін. Иә, қытайский алып берсе, айтыңыз, қабылдамаймыз. Немецкий алып береді. Немецкий ма? Немецкий қазір өзіміз барып, ол аппаратты жай ғана ала салмайды екен. Киіп көріп, анализ тапсырып, содан кейін жаңағы өздері неғып береді. Ата, естіңіз ба? Мен айтайын, қазір бағдарлама біткеннен кейін орталыққа барып, аппаратты құлаққа киіп, диагностика тапсырып, жақсысын таңдап әпереміз дейді. Рахмет. Сіз қолдасаңыз ғана. Алла разы болсын. Жақсы. Ата, енді алыс жолдан келдіңіз ғой, қазір сізді күллі қазақ елі көріп отыр. Кішісі де, үлкені де, жасы да, кәрісі де. Қандай өсиет, қандай сөз айтасыз? Бәріңе осы отырғаның бәріңе мен бір бата берейін. Беріңіз. Қолымыз жайық. Алхамдулиллахи роббил аламин. Жүздеріңнен жылылық кетпесін. Жүректеріңнен қуаныш кетпесін. Көңілдеріңнен шаттық кетпесін. Жанұяларыңнан татулық кетпесін. Дастархандарыңнан дәм тұз кетпесін. Шаңырақтарыңнан ырыс береке кетпесін. Жандарыңнан достарың кетпесін. Көздеріңе жас, көкіректеріңе қайғы алғызбасын. Бастарыңнан бақ, таңдайларыңнан ақ кетпей, жұмыстарыңда жемісті, жанұяларыңда бақытты болып, дендеріңе саулық, бастарыңа амандық тілеймін. Аумин. Міне, атаның сөзі қандай, өзі қандай. Ата, енді осында кәсіпкер жігіттердің басын қостық. Өзінің отандық шапан өндірісі бар жігіт сізге шапан сыйлағысы керек. Сол бір шапанмен қажылықта тіліп жүріңізші. Енді қабыл болсын, енді оны мен шапан аламын деп келгенім жоқ. Оны түсініп тұрмыз. Жаңа өзім анарға ведущий қыздарға айттым. Айтса ғой, мен өзім шапанымды киіп келуші едім деп. Сізде шапан бар екенін білдік. Тағы да бірақ сізде ақсақалға шапан артық етпейді. Студияға қазақ шапанын алдыртайық. Ата, келіңіз тұрыңыз. Мынау қазір шапан болды ғой. Бұл енді қажылықтың алдындағы шапан. Ал, бісміллә. Красавчик. Жарасты ма? Күшті болды ма? Дәл осылай Меккеде жүресіз. Ел үшін, жастар үшін дұғада болыңыз. Рахмет, жайғасыңыз. Қалтасында істеме жоқ ма? Қалып қоймасын. Қалтасындағыны салып береді кәсіпкерлер. Бағдарламадан соң Сағадат Ақсақалды лор маманның қабылдауына апардық. 3 сағатқа созылған медициналық тексерістен соң кәсіпкер Бірлік Қасымбаев атамызға жоғары сапалы швейцариялық есту аппаратын сатып әперді. Атада екі жақты сенсо-невральды құлақтың естімеу типі, былай айтқан кезде оң құлағы 3-ші дәреже, сол құлағы 4-ші дәрежеге өткен. Қазір 90-88 децибел деп тұр. Қазіргі кезде атаға швейцарский барнафон аппаратын кигіздік. Бұл арқылы атам жаңағы дауыстың барлығын жақсы естиді, сөздерді естиді, бірақ баяу сөйлесу керек. Осылайша есту қабілеті әп-сәтте жақсарған қария балаша қуанды. Кәсіпкер мен түсіру тобына алғысын білдіріп, батасын берді. Бұлардың дендері сау болсын, жанұяларында бақытты болсын, жұмыстарында жемісті болсын деп айтам. Қай уақытта болса дағы осындай біз сияқты кәрі құртаңды ақылдарын айтып, жөнге салу жібереді ғой. Бізден сон жаңа мінекей мына айтып отыр. Бір кісіменен ниеті бұлай дауысын ұғынықты қылып нететін сондай адамдарменен қатынасып, солай сөйлестіп, сол сияқты ақылдары бұл кісілердің. Ақыл жастан деді ғой, кәріден немені.
Мен енді қанша сұрағым өмір қалды дейсің, әйтеуір Алланың берген несі ғой, қуаты. Жылдар бойы жинаған зейнет ақысын ерекше балалардың еміне жинаған ақсақалдың алдағы сапарына сәттілік тілейміз. Қазыналы қарттарымыз аман болсын.